Ең алдымен ыстық сүтке 20 грамм желатин салып араластырған соң 5 минутқа қоюлғанша қоя тұрамыз. Мен агар желатинді қолдандым. Енді бөлек ыдысқа 300 грамм творог саламыз. Үстіне 100 грамм қатырылған жидектер, яғни клубника, смородина салып үстіне біраз қасық бал қосамыз. Желе араласқан сүтті үстіне құйып, блендермен бәрін езіп аламыз. Достар, сондай-ақ менің каналымнан көптеген пайдалы рецепттерді көре аласыздар. Ол үшін подписаться батырмасын басып, менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Сүзбенің құрамында шек жолдарына керекті пайдалы сонымен қатар күні бойы белсенді активный болып жүруге көмектеседі. Бізде араластырған масса дәл осы видеодағыдай қою болуы керек. Және де қазір арнайы ыдысқа салып, тоңазытқышқа 1,5 сағатқа қалдырамыз. Дәл осы десертті менің рецебіммен жасап көріңіздер. Бұл десертті балалар да, үлкендер де жақсы көріп жейді. Енді дайын болған десертті тоңазытқыштан алып ұсына берсек болады. Біршама қоюланып, дәмі де өте керемет болып шыққан. Өте белоктарға бай десертті сіздер де жасап көріңіздер. Видео пайдалы болса, каналыма тіркелеміз. Сіздермен бірге болған мен Алтынай. Келесі видеода кездескенше.